Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Бүгін асқабақ қосылған мантының екі түрін жасайтын боламын. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, өзіңізге қажетті дүниені үйреніп аласыз деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Қазақша каналға сөйтіп қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастаймыз. Ең бірінші асқабағымызды осылай жіңішке етіп, одан кейін төртбұрышты майда қылып турап аламыз. Асқабақты турап болғаннан кейін жуамызды тураймыз. Мен 400 грамм асқабаққа бір үлкен жуа қостым. Достар, асқабақтың адам ағзасына өте пайдалы екенін білесіздер. Асқазан жүдеген кезде, әлсіздік кезде сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ қосып жесеңіздер өте пайдалы болады. Сонымен бірге асқабақтың сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек екен. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Фарш менде алдын ала тартылып, дайындалып қойған фарш. 500 грамдай қостым. Және туралған құйрық май міндетті түрде қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз қостым, және қарабұрыш қостым. Фаршым мені сәл тұздалған болғандықтан 1 шай қасық қана тұз салдым. Енді жақсылап бәрін араластырамыз. Қазір асқабақтың сезоны, сондықтан әрі бауырға пайдалы, ағзаға пайдалы болғандықтан асқабақты мейлінше буға пісіріп, духовкаға пісіріп, жиі жеп тұрыңыздар. Мінекей фаршымыз да дайын болды. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнға 1 жұмыртқа қосамыз, 1 шай қасық тұз саламыз, және су құйып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Асқабақ омега 3, омега 6 май қышқылдарына бай. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Қамырды қақпағын жауып, 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін осындай мантаварканың табақтарын алып, сұйық май жағып, дайындап қоямыз. Достар, видеоны достарыңызбенен бөлісіп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Тіркеліп алыңыздар. Одан кейін қоңыраушаны басып, все деген жазуды бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоның шыққаны туралы хабарлама келіп түсетін болып тұрады. Осы айтылғандардың бәрін жасап, қазақша каналға қолдау көрсетіп жүріңіздер. Асқабақ минералды тұздар мен дәрумендерге бай. Дәндерінің құрамында ақуыздар, омега 3, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті.
Қамырымызды осылай оқтаулап жайып алдық. Және осындай үш бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді фаршымызды саламыз. Оны осындай әдіспенен бүктеп, ұшына су жағып, осылай бекітіп қоямыз. Міне мына жерде екінші қайталап көрсетем. Салмасын аямай көбірек саламыз, өйткені қазір пісу барысында ол кішірейеді. Екінші дөңгелекті де оқтаулап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ. Осындай жұмсақ болса, жайған кезде оңай жаясыздар. Асқабақ қосылған фаршты осылай котлет тәріздес етіп домалақтап алып қойсаңыздар, мантыны түйген кезде шашылмай жақсы түйіледі. Достар, асқабақ туралы тағы да біраз мағлұмат айта кетейін. Адамға пайдасы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан тағы басқадан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесі тыныштанып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, жақсы ұйықтайсыз. Менің оқыған ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қажеттеріңізге жарасын. Соңғы мантыларымызды түйіп болып қалдық. Ендігі кезекте мантымызды пешке қойып пісіріп аламыз. 45 минут пісіріп аламыз. Мінеки мантымыз дайын болды. Тура осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын.
лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарийда жазыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.